Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін мен сіздерге балаларға арналған магнитпен басқарылатын үстел үсті желдеткіші тәжірибесімен бөлісемін. Ең алдымен бізге осындай боялмаған желдеткіштің суреті керек болады. Сосын скотч, қайшы, батарейка, осындай CR2032 болғаны жақсы, және қозғалтқыш мотор, магнит, және осындай магнитті қосқыш геркон керек болады, жіп керек, екі жақты скотчтар, осындай тежгіш болса, және осындай мыс жабысқақ таспа керек болады. Сосын түрлі түсті қарындаштар. Ең алдымен біз осы суретті қазір боямас бұрын батарейкамызда жұмыс істеп тұрғанын тексеріп аламыз. Оны тексеру үшін алдымен осылай қозғалтқыш моторды алып екі жағына тигізіп көреміз. Біздің қозғалтқыш моторымыз істеп тұрма, және батарейкамыз істеп тұрма, соны тексеріп аламыз. Балаларға оңай болу үшін осы суреттің екінші бетінде таспаны қалай жүру жолдарын эскиз арқылы көрсетілген. Сол арқылы балалар моторды және герконды батарейка орналастырады. Ең бірінші балаларға осы суретті бояп, қиып, суретімізді дайындатып аламыз. Осылай балалар суреттерді өзінің қалауы бойынша, түстер бойынша бояп, қиып, дайындап алады. Сосын мен осы тескіш арқылы тескім келген, бірақ бұның пайдасы аспай қалды маған. Сол себепті қарапайым қайшымен қисаңыздар да болады. Міне осымен қағазымыз дайын болды. Енді ішкі жағын ашып, осы мыстан жабысқақ таспаны алып, тізбектер бойынша жабыстырып аламыз. Осы жерден біз батарейканы қоюымыз қажет. Бұл жерде батарейканы бір таспаны астына жіберсек, екінші таспаны батарейканың үстінен өткізіп жапсырамыз. Енді кезекте герконымызды орналастырамыз. Бұл геркон біздің қозғалтқыш моторымызды айналдырады. Ең алдымен осы екі шетін майыстырып аламыз. Герконның орналасқан жерін балаларға алдымен көрсетеміз. Бұл магнитті тарту арқылы моторымызды айналдырады. Бұның үстінен екі жағынан таспамен жапсырамыз. Моторымызды да солай таспаның бойымен екі жаққа орналастырамыз. Моторымызды орналастырғанда қосу алу бағыттары жоқ. Кез келген бағытта сымын жүргізсе болады. Ең алдымен осылай екі жақты скотчты жапсырып аламыз да, үстінен қозғалтқыш моторымызды орналастырамыз. Және екі жаққа кеткен сымдарымызды үстінен таспа арқылы қайтадан жапсырамыз.
Енді осы магнит арқылы жұмыс жасап тұрғанын тексеріп аламыз. Жақсы жұмыс жасап тұр екен. Анықтап қарап алайық. Айналып тұр екен. Енді сыртқы бетіне оралайық. Қағазымызды үстіне жауып, ортасына моторымызды шығарып, желдеткіштің қалағын орналастыру үшін бізге екі жақты скотчымыз керек болады. Оны осы мотордың үстіне жапсырып, енді кезекте осы жымызды орналастыру үшін бізге скотч керек болады. Скотчты алып осылай шетіне жапсырамыз. Енді жіптің екінші шетіне ашалы айырымызға екі жақты скотчымызды жапсырып, оның үстінен магнитімізді жапсырамыз. Үстел үсті желдеткішіміз жұмыс жасап тұрғанын тексеру үшін электр ұясына ашалы ұямызды тигізу арқылы тоққа жалғаймыз. Бүгін мен STEM технологиясы бойынша қарапайым желдеткіш жасадым. Бұл арқылы балалар электр мен қозғалтқыштың қалай жұмыс істейтінін үйренеді. Сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Келесі видеода тағы да қызықты STEM тәжірибесі болады. Сау болыңыздар.